планеттің кенді сюрпризден ашатын боламыз. Ең алдымен сіздерді 8 наурыз әйелдер мерекесімен құттықтаймыз, иә Жандос? Иә. Бүгін біз 10 киндер Animal Planet'тің 10 киндеріне заказ беріп қойғанбыз. Оның бәрін қазір ашқымыз келмейді. Сондықтан қазір мынау мінекей біз бөлтені қоямыз. Соның 6-ауын қазір біз ашамыз, ал 4-еуін екінші келесі видеода ашатын боламыз. Егер де осының жартысын көргілеріңіз келсе, міндетті түрде келесі видеоны көріңіздер. Мінекей. Ал енді киндер сюрприздерімізді біз мынандай екі түрі бар екен бізде. Аю және де қасқыр. Және де жолбарыстың түрі бар, оны келесі видеода ашамыз, міндетті түрде көруді ұмытпаңыздар, иә? Иә. Мен ашуды бастайын бірінші киндерді. Мінекей. Бұның ішінен әртүрлі ойыншықтарды шығуы мүмкін. Не шықты, Жандос? Мотоцикл. Кәнеке, маған не қасап қойсын. Ал енді бұның инструкциясын көрейік. Бұның килинкалары жоқ. Мінекей, бізде мынау мотоцикл шықты. Бізге оранжевый түсті мотоцикл шықты, иә? Ешқандай килинкасы жоқ. Міне, неше түрлі оның коллекциясы. Кәнеке, көрсете ғой, Жандос? Ешқандай несі жоқ, осындай бір Мынандай ұшады екен. Иә. Оны бұлай жүргізуге болады. Қараңыздар! Қандай күшті мынау. Өзі жүреді екен. Иә, қараңыздар. Бұның баллонына бұлай қылып жіберсе болды, уже қатты жүреді. Иә, күшті. Күшті, маған ұнады. Жандос, кәнеке, келесі киндер сюрпризді аш. Бізде қандай ойыншық шығады екен, кәнеке, Мінекей, күшті. Қоян! Секунды қоян, не шықты бізге? Бояйтын қоян. Бояйтын? Иә. Кәнеке көрейік, мінекей бізге мынандай көк қоян шықты. Оның қара Жандос арқасында. Оның неше түрлі коллекциясы бар екен. Бұны қағазға жазамыз, иә? Мінекей мына қағазды алып жазайық, иә? Кәнеке көрсетші. Қараңыздар, бұның аяқтары, қолдары да жазатын сияқты, иә? Сүйкімді қоян, оның мынандай подставкасы бар, ол былай қойып қоюға болады. Иә. Ал енді оны не істейміз, жазып көрейік, иә? Қараңыздар, сызылып жатыр, көрдіңіздер ме? Мінекей. Күшті. Мына көк, мына жағы оранжевый, ал мына қолы оранжевый, тоже бір қолы көк. Күшті екен, иә? Иә. Общем, бұның екі қолы, екі аяғы осылай жазады екен. Иә, күшті. Кәнеке подставкасына қыстап қояйық. Мінекей, әдемі қоянның ойыншығымыз болды. Ал енді Жандос маған алған қой. Келесі киндер сюрпризді мен ашайын. Осылай кезек киндер сюрприз ашамыз, иә Жандос? Иә. Көрейік, бізде не болады екен, ба? Не бұл? Қазір көреміз инструкциясын. Бізде жануар, мынандай динозавр жылдың бір түрі, наверное, осындай. Осыны қазір құрастырамыз біз. Мінекей, бізде мынандай әртүрлі нелер шықты. Мінекей. Бізге мына түрі шықты. Кәнеке инструкциясын көріп, жаңағы бұны осылай зерттеп, не істеген екен, кәнеке басын алайық бірінші. Қайсыған тұрамыз оны? Мінекей осыған. Әкел. Мінекей динозаврымыз дайын болды. Бұл осындай оранжевый динозавр. Жандос, кәнеке келесі киндер сюрпризді аш. Сіздерге айтарым, бізде және де мынандай алдыңғы киндер сюрприздерден мынандай ойыншықтар коллекция жинадық. Коллекция жинау қиын, әрине, бірақ біз 3 коллекция жинадық, 2 видео жобасы, және де итбақ. Бізге су сасатын шықты. Ашқын құрастыра бер. Тұға бірінші экскурсияны көрейік. Мынандай су шашатын шықты. Планетария, что ли? Бұл су шашатын емес, мынандай планетария сияқты. Планеталарға мынандай қылып шашады екен мынау. Бір планета. Мінекей. Бұның ішіне су... Бұның ішіне су қойға болады екен.
Бола ма? Кішкене көрейінші. Мінекей бізде мынандай бірдеме пайда болды. Әйтеуір ішіне су құйып, былай су Атуға басып, болады. иә. Су құйып көрсек болады кейін, иә? Иә. Кейін көреміз да, кейін көрсеміз. Иә. Мажаны сала ғой, келесі сөзді шайық. Не шықты бізде? Қандай секілді мынау, не өзі? Мысыққа ұқсайтын, не? Жәнеге ашып көрейік, Бізде сүлеусін, да, наверное? Сүлеусін ба, сондай? Я, сүлеусін бұл. Неге, жануарлардың коллекциясы бізге мынау сүлеусіннің мынау түрі шықты. Анимал планетке ұқсайды екен. Кәнеке, жандос. Бір. Қарда тұр. Бұл мынау қарап тұрғаныңыздай мынау қар, ал мынау сүлеусін. Бұны енді мынаған тағайық. Мінекей. Өстіп тағы ондан. Я, мына бір аяғын да қоямыз. Міне, сүлеусініміз дайын болды. Өте әдемі, сүйкімді. Жандос, келесі сюрприз. Ең соңғы бізде сюрприз қалды. Жандос оны ашады. Иә. Көреге қой, Жандос. Мінекей. Аю! Малый терпимый же. Давай его... Анимал планеттен аю шықты. Неге оның коллекциясы, ол жаңағы почти барлық материктерде кездеседі екен. Еуразия, Африка, Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, короче, бәрінде кездеседі ол. Ақ аю. Молодец, Жандос, құрасы. Әдемі күшті аю. Ой, бізде тағы бір коллекция болды. Сондағы бізде коллекцияларымыз мыналар. Анимал планеттің өзінен, иә, Жандос? Әдемі. Маған осы аюды жақсы, осы шықса екен деп тілеп тұрған өзімді, иә? Легім ондан тұма. Сол қой. Мынау су шашатын, оны кейін су шашып өзіміз көреміз. Иә. Иә? Иә. Қонжық каналына жазылуды ешқашанда ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар!